Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етемендерін баста кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Дикке Арман 20 жылға сотталуы мүмкін. Қаңтар уақиғасы бойынша елдегі ең ірі сот істерінің аяқталуына жақын қалды. Прокуратура сонымен бірге ОКК жауапты қызметке болған Руслан Ысқақовтың сонымен қоса ұзақ жылда сотталуын құралған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5-ші департаментінің бұрынғы бастығы қаңтар уақиғасы байланысты қылмыстық топ құрып басқарды. Билігін асырды пайдаланылды. Адамды бостандығынан заңсыз айырды деп сотталып жатқан Руслан Ысқақовтың прокуратуралық 15,5 жылға сотталуы сұралған. Арман Жұмагелдиев 20 жылға сотталуды өтініп отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.